Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа орама немесе ханым деп жатады. Осы дәмді тағамның өте дәмді жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің YouTube арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдымен бір пиала салқын суымызға бір шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып ыдысқа құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып аламыз да араластырып, ұнымызды осылай шетінен қосып, қаттырақ етіп қамыр илейміз. Қаттырақ етіп илейіңіздер, сонда езілмей қамырларыңыз әдемі болып піседі. Жұмсақ етіп илеп қойсаңыздар, піскен кезде қамырларыңыз бұлжырап тұрады. Сондықтан қаттырақ етіп илейміз. Мінекей қамырымызды илеп болғаннан кейін демалдырып тындырып қоямыз. Қамырымыз демалып тынып болғаннан кейін теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бұл менде азғантай ғана порция жасауға арналған, яғни кішкентай ғана zuala шығады. Егерде көбірек болсын десеңіздер, 2 пиала, 1,5 пиала су қоссаңыздар болады. Қамырымызды zuala жасап болған соң, ұн сеуіп, қамыр илейміз. Дәл видеодағыдай қамырды әдемі етіп, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырларың жұқа болып жайылса, жеуге де өте жағымды, және де слоеный жұқа болып тұрады. Егер де қалың етіп илеп қойсаңыздар, қамырларыңыз әдеттегідей қамыр қатты қалың болып қалады. Сондықтан жұқа етіп жаюға тырысамыз. Ал салмасына келетін болсақ, кез келген салманы сала береміз. Мен картоп, асқабақ, пияз және де жылқы етін майдалап турап қосып, қара бұрыш дәміне қарай тұз және де сұйық май аздап қосып араластырып жібердім. Енді мантаваркамызды дәл осылай қамырдың үстіне майлаймыз. Қалған түскен аққан майды қамырға жағып жібереміз. Салмасын саламыз. Мінекей фарш болмаған кезде осылай жылқы етін майдалап турап жіберіп қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Салмамызды салып болған соң, қамырымызды орап шығамыз. Қамырды орағанда да қатты бір-біріне жақын етпей, сәл осылай үлкендеу етіп ораймыз. Өзіме қалың болған ұнамайды, сондықтан жұқалау етіп осылай орауға тырысамын. Орап болған соң мантаваркамызға орналастырамыз. Міндетті түрде қамырдың астына және де қамырдың бетіне сұйық май жағамыз. 40 минутта буға осылай пісіріп аламыз. Мінекей бұл піскен түрі өте дәмді болып шығады. Тарелкамызға салып подлив істесеңіздер болады осылай. Ал достар, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.